Баршаңызға сәлем. Бүгін мен көпшілікке Ташкент шай деген атымен танылып кеткен шайды демдейтін боламын. Бұл шай әсіресе ет тамақтан кейін, болмаса палаудан кейін, яғни қою тамақтардан кейін ішсеңіз өте жақсы болады. Тамағыңыз жеңіл қорытылады. Ол үшін шайнекке 1 ас қасық қара шай, 1 ас қасық көк шай, набат, лимон тілімдері және жалбыз саламыз. Үстіне ыстық қайнап тұрған суды құйып, шайды 1-2 рет қайтарып алу керек. 1 минут тұрғаннан кейін шайыңыз ішуге дайын болады. Дәмі өте керемет. Ешқашан шайға пал салмаңыз. Пал ыстық сүтте, ыстық шайда болмаса ыстық суда өзінің барлық пайдалы қасиетін жойып жібереді. Одан ешқандай пайда болмай қалады. Оның орнына набат қолдансаңыздар болады. Екінші шайымызда біз имбир, яғни зімбір қазақшасы. Имбир саламыз, лимон тілімдерін саламыз, 1 ас қасық жапырақ шай саламыз, қара шай салдым және набат салдым. Үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Бұл шай әсіресе тұмауратып жүрген кезде, күн салқындағанда өте жақсы. Оның құрамындағы имбир да, лимон да өздеріңіз білесіздер, витаминге, яғни дәруменге өте бай. Суықтағанда ішсеңіз терлеп өте жақсы болады. Бұл шай түрлерін жиі дайындап тұрамын. Сіздер де дайындап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін.